Aziz dostlar, Qaraqalpaqstan телеканалында сіз күткен Ава, sizге айтып атырмын. Һәм күлкі құмар тамашагөйлерге арналған әзілкеш көрсетуі. Бүгінгі көрсетуімізде яқшы, өздеріңіз көріп аласыз. Демек әзір әзілкеш. Күтіп алың, Юморбек. Ой, рахмет. Ассаламу алейкум, әзіз достар. Қарақалпақстан телеканалында әзілкеш арқалы көрісіп тұрғаннан қуаныштымын, көріп тұрғаннан қуаныштымын, естіп тұрғаннан қуаныштымын, олма сөйлеп тұрғаннан, олма мен расында да қуаныштымын. Неге? Себебі әзілкеш. Әзілкеш позитив, көреміз позитив. Демек, әзілкеш көрсетуі, камера алдында мен алдында камера, оператор, бәрі тайыр қағалар, Демек, біз баслаймыз. Nestle Pure Life. Судың сапасы, өмір сапасы. Демек, естетіп өтеміз, Қарақалпақстан телеканалында хабар информациялық дәстүрі әзіл ойнап айтамыз. Әзілкеш көрсетуінің қауындері Nestle Pure Life сулары. Nestle Pure Life 150 жыл болған екен. Дүния базарында өзінің өнімдерін істеп кетқанда. 120 метр тереңдікте артизан құдықтардан қазып алынады екен. Бұл біз минеральный деп айтамыз ғой, минеральный су деп. Минеральный деген ол минеральный барат деген да, ішсең адам миіне су керек қой, енді судан тұрады ғой. Адам өз денесі неше пайыз судан тұрады? 80? 80 ба? Менде 70 та, сәл қойылуым ба деп қойымын да мен. Ал әзіл қой енді. 80% судан тұратын болса, демек сапалы су ішсең, сен денсаулығың сапалы жақсы болады та. Демек, Nestle Pure Life бізге жәрдем береді. Әзілкешпен бірге. Nestle үшін сезінің әзілдің күшін. Nestle Pure Life. Бір қошамет. Шетелік қойды. Біз давам етеміз. Енді рубрикамыз әзілкеш дегішпелі жігіттер тарапынан таярланған күлкі маркет рубрикасына. Интеллектуал ринг ойынына қош келіпсіз. Демек сізге бір сұрау. Францияның пайтақты. Кейінгісі? H2O бұл не? Кейінгісі? 2 көбейту 2. Кейінгісі? Қапапаман, сіз ұтылып қалдыңыз. Тоқтат! Стоп! Ана оту керек қалаймасын. Неге? Директордың баласы ғой. Сол айтпайсам ба бағандан бері, мен жарты болып қалдым ғой. Елестірмен қойым, ол өз сондай жігіт. Жаңа ойын есапланбайды, басынан басылаймыз. Неге? Өзі бізде сондай директордың балаларына бонус бар. Бонус бар ма? Сізге сұрау. Алдыңғысы деген сөздің антонимі. Кейінгісі? Дұрыс кейінгісі. Екінші сұрау. Алдыңғы арба қай жерден жүрсе, қайсы арба ізінен жүреді. Кейінгісі? Дұрыс. Үшінші сұрау. Адам тоңған кезде қалың қылып не қылғысы келеді? Кейінгісі? Дұрыс, кейінгісі келеді. Сіз жеңімпазсыз. Азамат, жора, қаяқтасаң? Азамат! Коля? Мұнаяқтаман ғо? Со айтпайсам ба күнімен 1 сағаттан бері үзіліп жүспен ғо? Ол шапта отырып алған мен. Яқшы, кеттік. Жора, қалай? Аяқ киім шықпыратың жоқ па? Қол шықпыратығым бар екен? Сондай ма? Яқшы, 1 минут әлі. Енді қол шықпыратыңды бөрттірсаң болады. Қада бөрттір? Рахмет. Шалбарың шаң бопты ғой. Яқ. Рахмет, өзің бағам. Ажаға не еп жатырсыз? Гүлем көрейіп жатырман шай ішейін. Неге гілемді көрейіп жатырсыз? Енді телевизор бұзық болғаннан кейін гүлем көрмей не көресің? Телевизордың қайыр бұзылып қалды? Бұзылды да мына жаман нәрсіне көрсеп кете беретін болды да. Онда пара вереске әден алғансыз ғой, Ислам, не болды? Исап болған жоқ? Ислам саған пұрсет болған ғой, не болды? Енді білдім. Мына музыка қайғылы болып тұр да. Шоқылауынан қойсам?
О, рахмет. Yaxshi jillar ketdim. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Siz qanday kir yuvi parashoklaridan foydalanasiz? Men ko'plagan kir yuvi parashoklaridan foydalanganman hamda bir sheshimga keldim. Qanday sheshimga? Uylanu kerak degan sheshimga. Ay, Şora. Usugullarim men yomon umutchoq bo'lib baratpanay. Buni qafini giltben ilib atpanba, ya ashib atpanba, unutib qola beraman-ku. Ya onday bo'lib turadi-ku. Nima sen ating nima edi? Xo'p, sen ham sonday ekansan-ku. Aytib bir yerda ko'rgan deyman-da sen. Demak, biz davom etamiz. Endi sizlar hazilkash ko'rsatuvini ko'rib boryapsiz-ku, bilasiz-ya. Endi hozir Yumurbek divanga bir mehmon chaqiradi deb o'ylab o'tirgan bo'lsangiz, onda siz aljaspatınız. Durus. Bizde mehmon var. Demek bugungi mehmonimiz haqida aytib ketsek, yer yuzida 7 milliarddan aslan adam jasaytgan bo'lsa, onun teng yarmi hayal qizlar bo'ladigan bo'lsa, shunda 3,5 milliard bo'ladi. 3,5 milliard hayal qizlarning ishinde, 3,5 milliard hayal qizning ishinde. Sportun karate turi bo'yicha 3 marta Qatara jahon chempioni, yerlesimiz, afsonaga aylangan Qaraqalpoq qizi, Allohning bergani, Alloh berganova Aysanem bugun mehmonda arkadaşlar. Aysanem hoş geldin. Karate kız ekan belgili de bir menin bir ketib keldi. Başlamışsınız ya, karate. Bana qol. Hacıbek. Nasılsınız mı? Hoş geldiniz. Men bittiman. Mehmonga hurmat. Ajoyib. Ajoyib, qanday ixlos berganingiz bor. Oldin ko'rsatuvimizda tomoshabinlar ozlab edi. Bu chempion grad deganga endi Yaponiyaga borib ko'ra olmaydi-ku, endi shu yerda ko'rib qolyapti ba'zi deb. O'rgatamiz. Hop, hurmatli, xush kelibsiz. Sudan ishing hazilkash suvlari. Sonda ajoyib. Sizga o'xshab qolmaymi? Yo'q. Baribir qancha qilmay karatesiz qo'y endi sal joyda. So'shni avaylanqirab, boylab o'tirib, juda bir ko'ngli timid so'rovlar tayyorlaganmiz. Birinchidan, Aysanem kecha yaqinda Polsha mamlakatida jarishga qatnashib, bir jarishda 2 oltin medal olib qaytgan. Shunda boshqalarga qoldirmay barini olib qaytdingiz deyman. Qolgan chiqar endi, u yoqdan xabarim yo'q. Tek o'zingga tezsin oldinda qaytaver. Yo'q, bir jarishda 2 medal o qalay deb o'ylab o'tirsiz endi, qalay u? Bir jarishda 2 oltin medal. Karate o'zi sport bo'lgandan keyin uning ko'rgizbeli ham jekbejek turi bor. Siz qaysidan oldingiz? Jekbejekda oldingiz? Jekbejekda, сөйтіп ko'rgizbeli. Ko'rgizbeli. Keyin komandalik kata ham qo'mita bellashuvlarida de birining ikkinchi, birining 3-chi o'rinlarni yengib oldi. 2 oltin medal, bir 2-chi o'rin, bir 3-chi o'rin. Gümüş, bronz medallar ya. Bu medalların bari жақсы. Tutaymiz. Qanday ajoyib, qanday ajoyib. Yerlesimiz bir barganda aytib, qayta-qayta kelib juraman deb barini olib qaytgansiz endi. Vaqt yo'q bizda. Sonda biz yana bir to'g'ri kelib o'tir. Aslida emas, yana biz senemiz biz. Odan ham ko'p medal olib qaytamiz. Endi birinchidan chempion bo'lganingiz bilan yana qutlqaymiz. Ikkinchidan tug'ilgan kunlaringiz qutlug' bo'lsin. Bir qo'shamatlar, tug'ilgan kunlar. Qachon edi tug'ilgan kuningiz? Aprel 20-chi. 23 aprel. Unda hammadan burun Yumurbek qutlug'ladi deb 2017-yil 23 aprel kuni esda turibsiz ya. Qutlug'laymiz. Tug'ilgan kunlar. Endi oldin mehmon chaqirgan vaqtda bulay o'rtaga chiqib kutib turadi, bulay kelaman degan. Men ham borib ulgura olmayman qoldim. Siz yetib keldingiz. Shaqqan ekansiz ko'rinib turibdi. So'ng uchun biz shu shaqqanlikda hozir hisob qilib, bilasiz so'rovlar tayyorlaganmiz. Tez o'ylanmasdan javob berishimiz kerak biroq. Tatamida turgandayda, shaqqan. Taymizg'o. Hajmi, ichi ni sansi boshladik unda. Aysanem Allambergenova qayerda tug'ilgan? Raddomda, tuv uyida. Hazilkash ko'rinib turadi, hazilkash. Qachon tug'ilgan? 1997-yil 23-aprel. Chempionning ota-onasi kim? Abitova Minayim, Naumanov Nukusbay. Nukusning qizisiz. Nukusning qizi. Uyda nechinchi farzandsiz? Ikkinchi. Diplom bo'yicha qanday kelgansiz? Yurist. Qachondan boshlab karate bilan shug'ullandingiz? 2009-yildan. Өмірде ең qimmat algan sovg'angiz? Bu mening umrim. Qanday ajoyib. Kuniga telefon uchun kunga qancha vaqt sarflaysiz?
2 сағат. 2 сағат. Күніге неше сағат ұйықтайсыз? 8 сағат. 8 сағат. Жылдың қайсы маусымы ұнайды? Bahar. Неден қорқасыз? Ойлап қарасам, қорқу деген сөздің басқа ештеңеден қорқпайды екенмін. Кейінгі сұрау, жеке ұраныңыз? Тек алға. Тек алға. Кеттік онда, алға. Тек алға. Білсеңіз, Қарақалпақстандағы ең көп тарқалған спорт карате екен. Себебі, мысалы, үйде бір барамыз, я күлеміз болады. Қана карате көрсет, карате, кия дейді ғой, не? Мен карате. Хамеміз отырған жігіттердің бәрі каратеге қатынасқан, иә? Бір апте болса да қатынастық қой, иә, мектепке. Бір апте кейін қайт. Жоқ десең, иә? Негізі карате деген сөз Қарақалпақ тілінен келіп шыққан дейді ғой. Білесіз бе соны? Хабарым жоқ екен. Хабарым жоқ. Бүгін енді хабарыңыз болмаса, ертең Японияға барғанда айтың. Карате бұл Қарақалпақтың қара тер деген сөзден екен. Қара су, қара тер болып шұғылданады да ол, қара тер. Яқшы. Енді сұраулар көп бізде. Өзіңізден тыңлайық, қалай, не жаңалық? Жаңалықларға келсек, біздердің Қалаберді каратешілердің өмірінде ең есте қалатын уақия, яғни карате спорты 2020 жыл Токио қаласында болып өтетін Олимпиада ойынына жолданбалды. Үлкен жаңалық. Демек сізде 2020 жылы Олимпиада чемпионы болуға имканият бар, толығыменен. Біз демек біз уақыт машинасымен алдыға кетіп қаламыз да 2020 жыл азыр. Неке 2020 жыл біз әзілкеш көрсетуінде Олимпиада чемпионы Қарақалпақтың Айсанем Алланбергенова деп айтамыз, Құда қаласа бұйырса. Сіз каратеге келуіңізге кім себепші болды, не себепші болды? Мектепте оқып жүрген уақытымда классластарым спорт түрімен шұғылданатығын һәм жарыстарға барып, екінші, үшінші орынларды алып келетін еді. Оларменен енді бірге... Сіз айтып, неге бірінші орындамайсыз? Қашты орынлай өзім алып қайтайын дедіңіз. Соларға қызып каратеге келдім. Енді қызықпен кеп қалдық. Қатынап жүрген уақытлары дым қатты қойып кеткім келетін еді. Сөйтіп... Неге тастап кетпедіңіз? Ұяттан. Ұялып? Ұялып. Ой, нағыз Қарақалпақта. Қой, ұятты, күтте қатынар дейі. Ұятты шапала құрып отырыңыз әлі. Каратеде жаңағы диқанлар бәрде дән сөйді ғой, сілерде дән деген болады екен ғой каратеде, иә? Нешінші дән сіз? Бірінші дән. Дән деп айтылады. Мен дән деп Қарақалпақша айтылады. Бірінші дән. Неше дән болады өзі? 9. 9 или 8 бар алдында, иә? Соң бәрін ексеңіз жүрәт береді ғой ол енді, иә? Ең жоғарысы белбеудің бұл қара белбеу. Мен сөйде ойладым, шұғылана берсең, ол кірлеп, қап-қара болады ғой, қап-қара болып қалады. Жақсы, ажайып. Енді әзіл енді. Қандай жақсы да, бір жеңіске ерсең, бірақ бұл жеңістің ең үлкені, мазалысы бұл перзенттің жетіскен жеміс. Ата-анаңыз хақында сұрайық. Олар енді сіз бір қуанған болсаңыз, олар 2 мәрте қуанған шығар деймін да. Ата-анаңыз туралы толық айтып кеттің қане? Әкем Науман Нүксбай, кәсібі шофер. Анаңыз? Мамам Абитова Мінайым, колледжде техник қызметкер болып жұмыс істейді. Апуайы техник қызметкер? Қараң, қандай Қарақалпақ аял қызлар деймін да. Өзі апуайы техник қызметкер, бірақ үйде үлкен ұстаз. Осындай чемпион тәрбиелеп шығуда, әлбетте олардың үлесі бірінші орында үлкен. Чемпионның ата-анасы. Нүксбай ағамыз, Мінайым апамыз. Az телевизордан көріп отырған шығар, бір зат деп айта аласыз ба? Не айтасыз? Осыны дәрежеге жеткергенлер үшін рахмет айтамын әлбетте. Һәм бұндан былайына да сенімлерін ақлауға сөз беремін. Ең соңғы Польшада болып өткен жаһан чемпионаты хақында. Сіз қайсы тарапыңызбен айырылып тұрдыңыз олардың 1000 қыздың ішінен? Әлбетте Қарақалпақтың қызы болғаным үшін. Жаһан чемпионатынан басқа да бір халықаралық жеңімпазлар болдыңыз ба? Жеңімпаз ба? 2013 жылы Түркияның Бурса қаласында болып өткен жаһан кубогы һәм 5-ші Европа чемпионаты болып өтті. Екеуі де бір жерде сол жарысқа қатынасып, 2 бірінші орын, 1 үшінші орынды жеңіп алуға ердім. Һәм жаһан кубогы, һәм Европа чемпионы атанды. Евро стандарттарға жауап береді ғой деп айтады. Европа чемпионлары біздерде. Сіз татамиде, сіз жекпе-жекке шығып жатсыз.
мына капталыңыздағы жанкүйерлеріңіз болады, бірге барған, команда ағзалары қышқырады, шапалақ ұрады. Сол сізге естіліп тұра ма өзі? Біздер өзі жарыста болған уақытта ол жерде үлкен басқаша атмосфера болады. Үлкен спорт залы. Енді оның басымы да басқаша болады. Бірақ біздер сол татамида уақытымызда сол дауыслардың ішінен өздеріміздің тренеріміздің дауысын тауып алуымыз керек. Сен бас деп, Мен дауысын тауып алдым ғана ішінен, Әзіл ғайында. Басқалардан естесіз бе, бірақ басқалардан естеміз, бірақ олар екінші номерде, бірінші номерде тренердің айтқаны бойынша. Қалай, жақсы шынкеулден шапалақ ұрып отыр ма, онан білуге бола ма? Енді бәрібір о жерге барған уақытта ең көп жаңа қошаметлеуді естігім келеді, бірақ сонда да енді былайынша бағалауға болады. Айтып отқан шынкеулден ұрып отқан білесіз бе деп отқан ғой, бұлар енді шынкеулден ұрып отыр меніңше. Жекпе-жектің уақытында қарсыласыңыз тұрып тұрғаныңызда, оның қай жеріне қарайсыз? Көзіне, аяғына, қолына, көбірек? Көзіне. Көзіне? Ол көзбен ұрмайды ғой? Көзбен ұрмайды, бірақ көз һәмме затты өзінде сәулелендіреді. Көз айтып тұрады, Айтып тұрады. Не істей жағын, әрекетке келе жақ па? Қайсы ағзасы әрекетленуге келе жағын. Егер ол көзін жұмып тұрып төбелесіп жатқан болса, қалай білесің? Онда оны білу шарт емес. Ұрып алу керек. Менің көзіме қараң, диққатпен. Мен қандай сұрау берейін деп жатқанын білесіз бе? Сулардан ішің. Ой, дұрыс. Көріп отқан болса, бізде өз кезегінде ұстазларына minnettarchilik білдіреміз. Hazilkesh бүткіл халықтың атынан осындай шәкіртлер тайырлап шығарып жатқан үшін. Кинолардан, мысалы, біз балаларымыздан білеміз, қандай да? Брюс Ли, былай тұратын, Брюс Лидің суреті былай тұрады. Брюс Ли, Чак Норрис дейді. Кейін ең күштісі мен үшін кім еді? Джимми еді, Митхун Чакраборти. Ол ұрған уақытта қол тимей атып ұшып кетеді да, мен ойлаймын, удардың соққының самалынан ұшатын шығар деп ойлаймын да, бандитлар, жаман бандитлар болады, ұшып кетеді да, ең күшті Джимми. Ол сол кинолардан көріп үйренуге бола ма? Аласыз ба? Әлбетте. Қайсы кинодан, қайсы қаһарман ұнайды сізге? Маған өзіме Ипман. Ипман? Ипман. Ипман деген, мен танымайды екенмін. Мен танымайтын шығар, оны мен танайын деп жүрген жоқ. Ипман. Одан не үйренуге болады кинодан? Ол өзі тек арғы кунг-фу спорт түрі, оның шұғылданатығына, ал оларда көбінше сол қол харекетлері арқылы. Айсәнім, сіздің соққыңыз, удар дей ма? Соққы, соққы. Не қыл деп айтылады? Ұру. Деп ұрылса басқаша болады, Деп ұрса не қыл? Ол да қорқытырғанда Қаракеңский деп айтқан ғой. Жақсы жазылған. Сырт ерлерде достарыңыз бар ма? Әлбетте. Менің ең жақын достарымнан десем, адаспаған боламын. Япониядан келген, біздерге тренировка сілетіп кеткен екі тренер бар. Бұлар Мурао Рио-сан һәм Риото деген тренерлер. Қаным, өзіміздің Риото мен массалар қойын, Білмедім, енді бірақ бияққа келгеніне олар жүзді қуанышлы. Хәтте бұл нөкіске келіп кеткені олардың өмірінде де үлкен өзгерістер жасаған. Жақсы, қандай әжайып, қолда бардың қадір жоқ дейді, өзіміз білмейміз расында да, бірақ сырттан келгендер біледі. Қызықтың бар ауылда, не қызық дейді, қызық жоқ дейді, негізі қызық бар, қызықтың бар ауылда ғой. Ұстаздарыңыз haqqында, Әзім ағадан баслап, кімдер ұстазлық қылды сізге? Сол 2009 жылы каратеге кіріп келгенімде Жұманазаров Әзім аға маған спорттың сырларын үйреткен болса, бұл адамның минеті ең үлкен минет жұмсаған нысан десем адаспаймын мен үшін. Себебі бір жайдың ұзақ уақытқа дейін шыдауы үшін беккен фундамент керек болады оған, трепперді керек болады. Міне осындай фундамент құя алған инсан Жұманазаров Әзім аға. Тасла қиылатын сары тасынан құрылған фундаментпен өзіміздің қара таудың тасынан құрылған екеуі парк болады ғой. Беккем тастан қалаған ғой енді. Ажайып. Одан кейін сол Япония мемлекетінен келген Рио Мурао сенсей. Бұл ағада маған 2 жыл өмірін сарпылады. Көплеп жарысларға бірге алып шықты. Мені осы дүнияға танытқан инсан, осы инсан десем адаспаймын. Қандай әжайып. Мен чемпион боламын деп ниет қылып отқандар бар шығар, телевизордан көріп. Жастарға қандай не мәслихат бере аласыз? 3 мәрте жаһан чемпионы болу үшін не қылу керек? Әрекетіңсіз исатқа жете алмайсаң, қала берді, сен әрекетсіз бірдеңеге жетісуіңа мүмкін, бірақ оның мазасы болмайды бәрібір. Демек, өз үстінде көбірек істеу керек. Және не қылу керек чемпион болу үшін?
Былайынша қарайтын болсақ, адам үшін әрбір оның өмірінде ұшыраған адамның әрбірі ұстаз болып есептелінеді. Бір нәрсені үйренеді. Себебі әрбір адамнан бірдеңені үйренуге болады. Ого, менен не үйреніп жатсыз? Көп сөйлеуді. Көп сөйлеуді. Өтініш басқа зат айтын, телевизордан Айгүл көріп отқан болса, бақырат, айтты мана үйде де көп сөйлесең, сол жақта да көп сөйлеткенсің ғой деп. Nestle Pure Life. Судың сапасы, өмір сапасы. Есет өтеміз, көрсетуіміз қауындары Nestle Pure Life сауда белгісі. Nestle Pure Life, Hazil Keshпенен бірге. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Қош келіпсіздер. Демек, біз интеллектуал ринг ойынымызды бастаймыз. Тайынсыз ба? Тайынман. Бірінші сұрау. Ең жақсы пайдалы ішімлік? Су. Дұрыс. Екінші сұрау. Nestle Pure Life сауда белгісі неше жылдан бері өнім істеп шығарады? 150 жылдан бері. Дұрыс. Nestle Pure Life қазір дүнияның неше мемлекетінде өнімдерін ұсынып жатыр? Дүнияның 49 мемлекетінде өз өнімдерін ұсынып жатыр. Дұрыс. Nestle Pure Life Өзбекстан базарында неше жылдан бері өз өнімдерін ұсынып жатыр? Өзбекстанда 15 жылдан бері Nestle Pure Life Өзбекстан базарында. Дұрыс. Құласы жауаптар дұрыс. Сіз жеңімпаз болдыңыз. Һәм де Nestle Pure Life суларын сізге ұсынамыз. Карате спорты сізге не берді? Ең ахметлісі, мен осы спортқа келіп тәрбие алдым. Тәрбие қала бердім, көп мемлекеттерді көрдім, көзқарасымды байыттым. Және де адамдармен қарым-қатынас қылу, сырларын үйрендім. Және де осы спорт маған кімнің кім екенін танытты. Ажайып, қандай ажайып. Егер жігітлер көшеде де бір біліп тұрып, саған қырсығып, бір кеуіңізге тиіп, ашуыңыз жыныңызға тисе, оған каратенің ұсыныларын қолданып көрдіңіз бе? Әлбетте. Онда мына екі сұрауды сызып тастаймын. Енді бізге интернеттен келіп түскен сұраулар бар да. Мен Шоманайдан Нарбаев Мұрат дейді. Маған ұнайтын қыз сізге ұсап каратемен шұғыланады. Ашуына тиіп алудан қорқамын. Оған сезімдерімді қалай білдірсем болады? Мен оған маслихат беруім керек па сонда? Өзімнен келіп шыққан қалада жауап айтуым керек. Енді маған өзіме қарапайымдылық жағады, сол үшін апай қалды, қасыма келіп, шын жүректен айтса, мен түсінген болар. Кия деп басылам кетпейме деген ғой есі. Енді және сұрау келіп түстім, некей интернеттен. Айсанем, қызым деп, соған қарағанда үлкен апа ұқсайды да, енді алтын сататын. Айсанем, қызым, медалларыңыз хақиқи алтыннан істелінген бе? Деп атын жазбапты. Алтын медал даже Олимпиада ойынларында да тек қана жалатылған, яки мемлекет өзінің абырайын көтеру үшін мәлім бір пайызын алтыннан жасайды. Демек, сол мезбанлық қылып атырған, сол жарысты өткеріп атырған мемлекет өзінің абырой үшін қосуы мүмкін? Абырой үшін қосуы мүмкін. Бізде карате деген уақытта жаңағы деп ағашты қойып, кия деп ұрады ғой, қатты затларды сындыру. Тамашибари деген несі екен, сондай ме де? Тамашибари. Сіз көрсетіп бере аласыз ба, мысалы бір қатты... Бұл стол енді қымбаттау тұрады. Біздің татами деп аламыз да, студиядағы. Бір көргізбелі шығулар, емаса бір қатты затты ұрып сындырады, каратеде көреміз ғой, енді ағаш сындырады, соны істеп бере аласыз ба бір? Әлбетте, бірақ бұл формада келіспейді. Демек, өзінің арнаулы формасын, яғни киманода. Кимано деген, қалып бақса, киім анау дегенде келіп шыға, қайсы киім? Киім анау, киім анау дегенде. Бізде сондай бір үмкәнет бар, операторларына монтажларымыз күшлі, сіз тек бастасаңыз болды, кимононы тайлаймыз. Демек? Бастаймыз ғой? Бастаймыз. Оп! Қандай әжайып. Демек, 3 мәрте жаһан чемпионы Айсанем Алламбергеновадан көргізбелі карате.
Зор, жүдә бір ажайып, не қымбатлы уақытыңызды ажыратып келіп жатсыз. Енді біздер айтсам растан карате деген уақытта бір кішкентай бала кезімізде ағашты пышқыменен кесіп, сөйтіп кіттай қалған уақытта hammen шақырып, былай сындырып, затлар істейміз ғой енді. Сол қатты бір ағаш па, бір панель ма бір зат әкелсек сындыра аламыз ба? Hareket etib ko'raman. Uyatты деп чемпион болған, енді қазір uyatты деп сындырып бере жақсы ғой, таймыз ғой. Мұхит, қорықпа, мен өзім сен артында тұрмын. Сен қатты түзелесің ғой. Қане. Бол! Сол, Мұхит. Сен расынап келден ғой мен саған. Яш бар расынап кетіп барды. Бәне, хақиқи. Мынандай да, енді бұны сындырғанда былай ғой, Айсенем. Мына жерінен тегіс қылып былай да пышқымен кескендей қылып аяққа керек болып отқан екен да ұсталарға. Сындыра аламыз ғой, ә? Сындыра. Әзіл. Апарып қой, ұсталар өздері істесін, пышқысы бар ғой әзіл. Nestle Purolife сулары, Nestle Purolife сауда белгісі атынан спорт формасы, мен чемпионға ажайып жарасатын шығар. Һәм де бас киімнен басыңыз аман болсын. Ол сізге? Ол сізге. Рахмет. Бете шағын уақытында гілемді бір жауасаң, жинап алып қайтасың ғой, ә? Кеше жастар той болғанда және сол гүлімді апарамыз ғой бізде. Енді айланып келіп мына гүлді хәмеше гүлдей ашылып, құлпырып жүре бер алдымыз аман бол. Аман бол. Содан тура спорт залға кетті, артынан таярлап, кейін Токиоға кетіп барадық. Мен бұл көрсетудің жұмағында өзім үшін ахметli болған бір сөзбен жұмақлай жақпан. Айгүл мен көрсетуді жұмақлардың қайта жақпан ауқатын сала бер. Кейін балалардың бәрін жинай көшедегі қоңсы балаларды азыр барып карате үйретемін. Жақсы, үйренгілерін бәрін үйретемін.